Климакстың өтуін қалай жеңілдетуге болады және де қалайша климакстың алдын алуға болады, осы жайында толық айтатын боламыз. Алдымен климакстың организмге қалай әсер ететінін тағы да бір еске салып өтейік. Ең бірінші етеккір циклының өзгеруі. Етеккірдің мөлшері бұрынғыға қарағанда көп мөлшерде болуы мүмкін, немесе азаюы мүмкін. Ұзақтығына байланысты ұзаруы мүмкін, немесе қысқаруы мүмкін. Және де етеккір циклы бұрынғыға қарағанда кешігуі мүмкін. Ыстық толқындарының болуы, ұйқы бұзылысы, жиі эмоционалды тұрақсыздық, яғни сіздің көңіл күйіңізде тітіркенгіштік, ашуланғыштық, депрессия, жылауықтық бірге кездеседі. Сонымен қатар түнгі уақытта терлеу, сүт бездерінің ауырсынуы, жүрек қан-тамыр жүйесі жағынан қан қысымының тұрақсыздығы, яғни қан қысымы бірде көтеріледі, бірде төмен түсіп кетеді. Одан кейін аяқ-қолдарының салқындап тұруы, аяқ-қолдарының ұйып қалуы, бас ауруы, төсек қатынасына деген қызығушылықтың төмендеуі, төсек қатынасына түскен кездегі ауырсыну, қынаптың құрғауы, кіші дәреттің күлген кезде немесе жөтелген кезде тамшылап кетуі, жиі цистит болуы, буындарда бұлшықеттерде кенеттен ауырсыну болуы, және қалыпты тамақтану кезінде жиі артық салмақ қосып алу, терінің құрғақтығы, көбіне тері қолдың шынтақ аймағында терілердің құрғауы болады, көздің шырышты қабығының құрғап кетуі, аузың құрғау болады. Сонымен қатар шаш түсу, тырнақ сыну сияқты белгілер кездеседі. Және де іш қатулар мен іш кебулерде жиі болып тұрады. Және ең қатты асқынуы бұл остеопороз, яғни сүйектердің сынғыштығы кездеседі. Тіпті инсульт пен жүрек инфарктісі, Альцгеймер ауруына дейін себепші болуы мүмкін. Бұның барлығының себепші факторы фолликулалар санының азайып, соның әсерінен аналық безде эстроген гормонының және прогестерон гормонының өндірілуінің төмендеуі. Эстроген гормоны бұл сұлулықтың, жастықтың гормоны. Осы гормонның төмендеуінен, жетіспеушілігінен әртүрлі біздің осы организмде жоғарыда аталып өткен белгілердің барлығы кездеседі. Өйткені эстроген гормонының өзі организмде 400-ге жуық процеске қатысады. Яғни олар эстроген артериялық спазмды болдырмайды. Яғни артериялық қан тамырларының жиырылып қалуын, қысылып қалуын алдын алады. Бұл инсульт, инфаркт сияқты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Одан кейін қанның ұюын қалыпқа келтіреді. Холестерин, яғни организмде жаман липидтердің деңгейін төмендетіп тұрады. Майдың аналық типіне, яғни әйел адамның өзінің дене мүсініне, формасына сай майдың таралуын реттеп отырады. Одан кейін қандағы глюкозаны реттейді. Микроэлементтер, магний, кальцийдің сіңуін реттейді. Кальцийдің сүйек тініне сіңуін ықпал етеді. Осының әсерінен егер эстроген гормоны төмендеп кетсе, кальций дұрыс сіңбей қалады да, әйел адамдардың сүйектері сынғыштық, яғни остеопороз болады. Одан кейін терідегі коллаген және эластин синтезіне қатысады. Бұл дегеніміз біздің теріміздің серпімділігін сақтайды және теріде әжімдердің түсуінің алдын алады. Мидың зат алмасу процестеріне қатысады. Есте сақтау, ойлау, оқу, эмоционалды жағдайға әсер етеді. Жыныстық құштарлықты ынталандырады. Ал прогестерон гормоны немесе гестаген деп те атаймыз, ол баланың туылуына, оған сүт бездерін дайындауға, лактация, яғни сүттің бөлінуіне, салмақты бақылау, эмоционалды тұрақтылық, сонымен қатар тыныш ұйқыға әсер етеді. Алдыңғы видеода айтқандай, климакс бұл ешқандай да ауру емес. Бұл кәдімгі әйел адамдарда болатын физиологиялық жағдай. Яғни әйел адамдардың бала сүю қабілеті тоқтағаннан кейінгі болатын өмірінің соңына дейін жалғасатын климакстық кезең. Тек бұл кезде эстроген гормонының жетіспеушілігінен болатын өзгерістер кейбір әйелдерде ауыр түрде өтуі мүмкін, кейбір әйелдерде өте аз белгілермен жеңіл түрде өтуі мүмкін. Осы ауыр белгілерді азайту үшін немесе оның жеңіл өтуі үшін бірнеше гомеопатиялық препараттар бар. Құрамында синтетикалық эстрогендер бар, фитоэстрогендер деп те аталатын өсімдіктен алынатын препараттар ол климадинон. Оны 3 ай бойы күніне 2 таблеткадан немесе 2 капсуладан қабылдайды. Бауыр ауруларында сақ болу қажет. Препараттың негізгі құрамын фитоэстроген болып саналатын цимицифуга сығындысы жатады. Феминал құрамында 4 эстроген тәрізді изофлавон бар қызыл бете негізіндегі қоспа. Менопауза белгілерін азайтады, онкология, остеопорозды болдырмайды,
жүрек қан тамыр жүйесі жағынан болатын аурулардың алдын алады. 3 айдан 2 жылға дейін қолдануға болады. Күніне 1 капсуладан 1 рет. Одан кейін эстравел. Құрамында эстрогенге ұқсас соя изофлавондары бар. Терлеу, бас ауруды азайтады. Қатерлі ісік ауруының алдын алатын құрамында индол бар. Сонымен қатар құрамында бор, остеопороздың алдын алады. Е витамині теріге, шашқа, тырнаққа пайдалы әсер етеді. Ал В тобының витаминдері зат алмасуды реттейді. Бұл эстравел препараты сонымен қатар әлсіздікті, нервозды, шаршауды азайтады, жыныстық қатынасқа деген белсенділікті жоғарылатады. Тамақтану кезінде 1-2 капсуладан 2 курс бойы қабылдау қажет. Циклин препараты. Ол эвалардың тұтас сериясы. Семицифуга негізіндегі таблеткалар. Терлеу, жүректің соғуын, тітіркенуді азайтады. Бұны 1 таблеткадан 2 рет қолданылады. Келесі ол ременс препараты. Ол таблетка түрінде және капсула түрінде кездеседі. Ол климакстың белгілері терлеуді жояды, ұйқыны қалыпқа келтіреді, эмоцияларды тұрақтандырады. Сонымен қатар салмақ қосу, тәуелділік сияқты белгілерді болдырмайды. Оны кем дегенде 6 ай бойы күніне 3 реттен қабылдау қажет. Және қосымша метаболизмді, яғни зат алмасуды жақсартуға менопейз препараты ұсынылады. Егер сізде сүйектердің сынғыштығы, остеопороз кездессе, қосымша кальций препараттарын қабылдап жүру қажет. Ал қынаптағы құрақтық болатын болса, құрамында эстрогені бар суппозиторияларды қолдануға болады. Ал шаштың түсуі кездесетін болса, құрамында фитоэстрогендері бар сусабындарды, яғни шампундарды қолдануға болады. Ал сізде ұйқы бұзылысы, ашуланғыштық болатын болса, сіз тыныштандыратын дәрілерді қабылдасаңыз болады. Ал ұйқы бұзылысына мелатонин, мелоксин сияқты препараттар қолдансаңыз болады. Алдағы уақытта климакс туралы сұрақтарды тағы да толықтырып өтемін.